Assalomualaikum qayda? Assalomualaikum. Ey maşallah. To'singda vaqt yo'q ko'rish. Sadir Bey. Allah ертең ескі күн үйіне барса жолға босанды деп қалды. Ya yeter bir de ana bana kamga Yaptık da. Бар үйде. Қол көтеріп қойыңыздар. YouTube канал. Астананың баласы, қалайсың Астананың баласы? Көтерейік жүр. Аға мен телефон берші Артынан ұру болып дан Аямай. Нет, кого İsimiz daha öyle edip. Қол көтеріп қойыңыз, YouTube каналға саламыз. İsimizdен öyle edip. Olar özderi. Olar taksi çaldık bile. Kamila gitti. Sardar gitti. Arkadaşlar, rahbeler, jezdeler var. Осы әулетке қатысты кісілер. Бүгін мына Құда қаласа 9 май деп 80 жылдық болып жатыр. Жылда әкеміздің 80 жылды 9 майда ауылда өткізетін. Енді биыл осы өзімді шаңырақта өткізіп, үйді көрмеген келіндер бар, басқа да ағайындар бар. Ниеттеніп осы кесінде осы әтей организовать етіп, бүгін 9 май беріп отқан жағдайларымыз бар. Әке-шешелеріміз осы дүниеге әкеп, әкеден тараған жетеуден тараған 30 шақты немере бар екен. Солардың балаларды, қыздарды, келіндер тек шақырғанбыз бәрін. Келгендер рахмет, келмегендер жұмыстармен бірлі жарымы келемей қапты.
Барлықтарыңыз құдағаласа осы шалдың арқасы осындай дүниеге келіп осы бір қауым ел болып отырғанымыз осы шалдың арқасы бәріміз басқа жатқанымыз. Сондықтан ана жаңа әкем бейшара айтып еді, обед ішіп жатқанда 32 самолет бомбалап кетті. Қыр самолет ұшып бара жатыр. Шисласына дейін айтып отыратын, шисла сақатына дейін айтып отыршы. Сол айтпақшы, бәрі жақсылық болсын. Мына 80 жыл құда қаласа бейбіт өмірде сүріп жатырық. Бұл жалғаса берсін, бәрі жақсылық болсын. Аман болайық. Анау мынау деген сөзі құрысын. Тоқаевымыз аман болсын. Жұрттар анау мынау дейді, осы бейбітшілік заман, осы заманды айырмасын осы құда қаласа. Барлықтарыңызды бүгін 9-ші мейрамнан құттықтаймын. Барлықтарыңызға жылдан жылға аман есен төрт көзіміз түгел, өңкей жақсылықта кездесейік, аман болайық. Солай енді, бәрі мейрам жақсы болсын бәрі. Аман болайық, өсейік, өнейік. Солай. Жылы майда минутқа алып тұрған кезде жараланған. Сосын ол сол қолынан айырылып келген. Бұл кісі бізді жетеуміз тәрбиеледі, жеткізді, оқытты, еңбек етті. Колхозда қоймашы болды, бидай өткізіп, халыққа таратып. Одан кейін өсе келе балашаға бәріміз әсіресе орыс халқының несін қадірін білгенден болу керек. Михайловка деген жерге бізді апарып көшіріп апарды, жаспыз ғой көзде. Соны орыс балдармен ойнап, орыс класста оқып, орыс тілін бітіріп, содан пенсияға шыққанмын, мұғаліммін, орыс тілді мұғаліммін. Мені әкем өзі бір қолы жоқ болса да, Михайловка тұрса да, Қаратау деген жерге мені... Әкеміздің айтқан сөзін айтайын, жекті бәріміз қайталай өрген дуа. Мынау әкеміз соғысты доннан бастаған, дон өзенінен бастады. Өткенде өттік, суда аман есен шықты. Адам бәрі қырылып атқанда, онда аман шықты. Өнеге 5 елді асырвазен жасап, Карпатқа барады. Карпатта Одыр деген өзен бұл деген, таудың өзені. Одыр. Таудың өзені өте жаман екен дейді. Немістер көпір салдырмайды, анаяқтан жібермейді. Түнде қас қарайғанда судан осындай төмен тақтаймен көпір салды дейді. Сонымен жүгіріп өтіп жатырмыз, бір уақытта мен түсіп кеттім дейді. Қай түсіп кеттім де түнде де. Киім. Қомақ ете деп айттым дейді. Сонда бір Азербайжан лейтенант суырып алды дейді. Су терең көрмейсің бе? Сол түннің уақытында ғой немістер атып өтіп көреді. Сол көрінді, сол ажал жоқ демеді. 5 елді жаяу жүріп аралайды, 2 рет судан қанша адам өліп жатыр. Аман есен оралып, 5 жыл соғысып жүріп, жаңа немістерді қуып бердірміз дейді, жарадар майдашейде оқ тиіп жатқан шығар. Бір уақытта победа деп митинг болды, орыстың балалары біледі ғой сізге. Ау неміске қашып бартқан неміс естен шығып кетті дейді. Уралап атқан кезде жаңа немістер рытырлай снарядпен атып, көкем сүйерді, көп адам қайтып қалыпты. 5 май 45 жылғы әні. Егер победа демесе, тірі қалар еді, қолын айырылып, сөйтіп келген ғой жаңа, ажал жоқ деп. Бұл оның бәрі... Қойында гранат найсен? Қойында гранат. Мейл, оның гранат кері жоқ. Бұның бәрі, мұна көкемнің әке шешесі өте жақсы кісілер екен. Түкеніші, не қылған. Сонда шешеме үйленетті, 41 жыл көкем кетіп болады. Мен шешеме колхозға жұмыс істетеді, ана мұна қуады ғой. Сонда шешесіне істетпейді екенде. Жерде Айшанда балдар ішім жоға, әппен өзінің қызы бар. Соны жұмсайды екен. Бұл есемесімнің аманаты деп ішінге сөйлетпейді екен. Сөйтіп, 46 жылы көкем келеді. Одан кейін шуралар пайда болады. Жаңағы, енді көзім көргені, біз Михайловта тұрдық. Орыстың арасында. Көкем бір қол, нұқылай кірім деді. Су тасиды, су тасығанда ана бет пен мына бет көрінбейді. 20 миллион тұрамыз, 9 орыс бар, көпірде өтенбайды. Жаңа біз бәріміз айғырға ұстап мінгіз ұстаймыз да, көкем қамшыны істеп, шауып кетеді. Жаңа өзенге барғанда, жаңа қараш-қараштағыдай ағады ғой,
Сондай өземен ағып аяқтан шығады. Сонда мен айтамын да, ой, мына деген жүрек. Орыстар ой естемес дейді, дурак дегеніне қарамайды. Өлді дейді. Анау атты ағызып, о 100-150 метрден шығады ғой. Сонда действительно жүрек бар екен ау деп ойлаймын да. Соны, сол киім кеуіп кетеді ғой. Кім ояққа барып, жұмысқа барғанда шешендіреді. Сондай қасиеті бар, денсаулығы мықты кісі екен ғой деп ойлаймын әкемді. Жаңағы одырде суырмаған арық дейді, бұл маған арық дейді әне. Әнекей. Сондай енді жүрегі бар кісіден. Жатқан жері жайлы болсын мейлі. Өмірге әкелді, тәрбиелетті. Сталиннің тәртібімен тәрбиеледі бізді. Сталиннің тәртібімен. Әнекей. Сондай қатал кісі. Енді Сталиннің солдатын Сталин берген маған портбилетті деп бәрін айтқан әнекей. Рахмет соғысының тәрбиетімен. Ешкімге залал бұзықтық жасаған жоқпыз. Тәртіпті болып өмір сүрдік. Сондай тәртіп болсын жігіттер. Сондай шешеміздің махаббатын берсін. 5 жыл, 6 жыл күтіп отырды әнекей. Солақ болып кеседен тиді. Солақ болып армиядан 46 жылы келеді. Қанша жарадар болған егілі әнекей. Әні махаббат деген сондай жігіттер. Мойымаңдар, берілуге, еңбек ету керек. Біріңді бірің сүйіңдер, тәрбиелеңдер, сыйлаңдар. Сондай менің айтатыным сол. Жақсы, рахмет келгендеріңе бәріңе. Hadi dişe, вставай. Бексін тұрар. Мен тілепір деп Қыздың жолы. Мерекесі құтты болсын. Жеңіс күні құтты болсын. Жинадың сен маған. Қарадың самғаған. Далалы құштайым. Өзіңе арналған. Кешім далы. Қанат қағып. Өзіңе қамқор әке. Айырмаған. Сезім домбырасын. Көңілді қуанышқа толтырасың. Қуансаң қуана бер әкетайым. Мен сен артында қалған ұрпақтары аман болып өсіп өне беріңіздер. Дастархан жақсылыққа жайылсын, сен беріп отырамын. Осында тойға келейік. Бала-шаға өсе берсін. Амандықта кездесейік, тойда кездесейік. Самат. Балдарға кейін берем, Самат. Алып жүре берек. Дендеріңіз сау болсын, айтылып отқан жақсы тілектеріңіз періште құлағына шалдай берсін. Ар шаңырақта Құда қаласа той тойлап, осылай кең дастарханда бас қосып жүре берек. Аға мен жеңгеме үлкен рахмет. Осылай шақырып отқандарыңызға ниеттеріңіз қабыл болсын. Құда қаласа тек жақсы күндеріміз көп болсын. Әр күніміз қуанышқа толы болсын, Құда қаласа. Біздің арқасы ғой, бәріміз бүгін аман есен үлкен дәмді бас қосып отыр. Осы дастархан, осы әкеміздің 80 жылдығына мінекі дастархан жайылып отыр. Сол себептен енді осы қой біле самолет тұр. Анау Көкен бейшара айтып еді, әбет болғанда самолет ұшып қалды. Самолет ұшады деп. Самолет ұшып жатыр. Бұл да берген. Оның үстіне бүгін мінекі мына Алланың берген несібесі түнде жаңбыр жауып, күн салқын болып мінекі. Бұның бәрі сіздер отырған сіздердің ырыстарыңыз, сіздердің Құда қараса осы несібелеріңіз деп білеміз. Мына бүгін Сенбек ағамыз мінекі бәрімізді ойдан қырдан жинап ағайын жекжат деп бәрімізді дастархан жайып мына дәм беріп отыр. Сәке сізге мыңда бір рахмет отбасыңызға. Енді сөзді өзіңізге берейік. Осы дастарханның егесісіз ғой. Бәрі пақыл оқимын. Советский ауға қарай кетеді.
Прямой эфир YouTube каналда. Нет қалмыз. Жездеке тікелей эфирдесіз қол күнде жүріңіз. Сенбі күгім от несін шаңырағынамыз мұнда есіміз тұтамызда құдағала Құран оқытып жатыр. Ай, бәрекелді. Мына досым қан деген. Шай ішсеңіз, деде шай ішсеңіз, шайды. Арма? Телеп дейсің ғой. Abi yaş bölgesinde kayda kayda çıkan. Hem de soygasın. Onda var. Onda bizim ortasından da çok oturalım. Kokum katına 80 yaşında. Отбасының түсі кейіннен өзім түседі. En mahkum. Yavrum al. İlkender o. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Qazaxtардың 1.200.000 адамы кеткен екен Қазақстаннан. Содан оралғаны жартысы. 500-і герой болып келген. Міне, сол кісінің арқасында мен өмір сүріп отырмыз. Еліміз тиіш болсын, денсаулығы мықты болсын. Жұрттың 3 жұрты болсын, менің 4 жұртым бар. 400 жұрт қайнар, 400 жұрт қайнар. На высокий, на берег крутой выходила, песню заводила, про степного сизывала, про того, которого любила, про того, чьи песню берегла. Сол кісілердің арқасында бірінші Құдай, екінші әке шешеміздің дұғасы. Сіздерде аман болыңыздар. Тек қана жақсылық тілеймін. Жолдарыңыз болсын. Қасымушка. Адам болған, 60 адамда 300 взвод болған. 20 адамнан 300 взвод болған. Соның 3-ші взводты көкем бар екен. Сөйтсе жаңа 300 взводта жаңа Ключник Степан Иванович деген младший лейтенант командир взвод болған екен жаңа көкеме. Көкем өлгенше айтып кетті ғой. Сол 60 адамнан соғыста қайтыс болса орнына адамдар толып тұрады ғой. Соғыс біткенде сол командир 2 уақыт тірі қалыпты ғой, баяғы 60 адамнан. Үйте сол соғыс бітіп жаңа ол командирі бір жараланбапты. Ол не бұғып қалған жоқ, не отырып қалған жоқ дейді, бірге жүрді дейді. Ол біз 20-да болсақ, ол 40-таға демек 20 жас мұғалім болған кісі екен дейді. 1 грамм жараланған жоқ, аман есен қайтты дейді. Сөйтіп көкем қолынан жараланып, госпитальда жатып, бір күні обедтің кезінде далада отырсам, жаңа Ключник Степан Иванович бір әйелмен құшақтасып кетіп жатыр екен дейді. Сөйтсе ол айтатын дейді, әйелін жаңа доғдыр болып істейді, медсанчаста деп. Сөйтсем соның әйелі екен дейді. Соны кетіп жатыр екен, товарищ комбат деген жалт қарады дейді әкем. Сөйтіп жаңағы әкем
жаңағы офицер жүреді бізге үйге жүр, обедке апарам депті. Сөйтіп екеуі қолтықтап жүре алмайын дейді. Доғдырдан сұрап үйі біраз жерден апарды дейді. Дереу стол жасады, борыштан бір тәрелгі құйды, бір шеше арақты алды дейді. Сөйтті де үшке бөлді дейді. Жаңа командир, мен соғыста бір татып алған емеспін дейді арақ. Бүгін маған іштеп айтады, болды ғой деп қосып отырып дейді. Енді бір-бірімізді көрмейміз депті. Соғыста аман есен келдік, мынаны іштепті омарып деп. Ләж жоқ іштім дейді, бір дәу ұстағанды іштім дейді, ауған іштім. Сүйеп әкелді, госпиталға сақат 4-тер шамасында әкеп жатқызды дейді, госпиталда. Сөйтті де жаңағы жатқызып дейді, сөйтіп жаңағы нелерге, доғдырларға айтты, мына өзі оянбаса оятпа депті. Емасы. Сол 4-те жатқанын азында 8-де бір-ақ тұрған ғой. Әбден сілесі қатқан, 100 грамм арақты ішкенде қан айланып, азанда жас бала ұқсап тұрды дейді ғой. Денемді. Содан әкем бізге арақ ішпе демейді, арақ іш дейді. 2 стақан іш, 1 стақан іш, ол дәрі болады дейді. Арақ ішпе, бүйтпе деп айтқан емес сөзін жүре керек. Іш дейді, 1 стақан, 2 стақан іш дейді. Бұл дәрі ішсең дейді. Бұл арақты ішкім жемейді, арақтың бөтелкінің өзі ұстап тұрады. Көмекбайды жеңген арақ ішкім жеңемайды. Қарағай Көмекбайдан кісі болған. Суда су жеткен, бойы 2 метр. Бір күн үйге қонуға келіп тұғын мас болып. Сөйтсе гимнастерксіз бейді баста бойын жылып алып, дәу. Сол кісіді арақтан ұрылып кетті, сол айтпас Көмекбайдан бізге ішпе, сен бүйтпе демейді. Ол қыз ол өсіріп тәрбиелеп отыр, солардан таралған немере, шөбере, шөпшек аман есен өсе берсін. Мынау даланың кеңдігі қандай кең болса, біздің атамыздың да жүрегі сондай кең болған деп есептеймін. Өйткені мен мектеп оқушысы, мектеп оқушысы кезде ата кеп тұратын үйге. Елішка дейтін мені. Елішка деп кеп тұратын. Үйдесің ба? Сөйтіп келіп, шай беріп, екеуміз әңгіме айтатынбыз жаңағы, нелерден айтып. Сол есімде ғой жаңағы, жақсы сөздерін айтатын. Ол кісі енді атамыз мәңгі біздің жүрегімізде. Ол кісіден тараған ұрпақтар аман болайық, өсек, өнек. Ол кісілер осындай кең даламызды өнеге бізге алып берді. Ары қарай ұрпақтарымыз өсіп, өніп, осындай кең дүниені құрметтеп, қасиеттеп, бауырмашылығымыз артып, одан сайын той болып, осы әулетте шаңырақта бас қосып отыра беріңіздер. Құда қаласа, жақсылық той болсын. Рахмет сіздерге. Ниетіміз қабыл болсын. Бірінші атамызға Құран оқытып осы не істеп жатырмыз. Барлықтарыңызға бақыт береке тілеймін, денсаулық тілеймін. Бұдан да кең дастарханда кездесіп жүздесе берейік. Бақытты болыңыздар, аман болыңыздар. Той болсын, алдымызда көп. Сол үшін аулиды. Al oturып алыңыздар. Al, aşağıya.